Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұқаралық ақпарат құралдары. Пән мұғалімі Ниязбекова Айжан Смирхан-қызы. Сабағымыздың мақсаты: мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын, ақпарат, идея, дұрыс жүйелеп логикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Сабағымызды зымыран сұрақтармен бастаймыз. Бірінші, бұқаралық ақпарат құралдары деген не? 2. Бұқаралық ақпарат құралдарының қандай түрлері бар? Үшінші сұрақ, бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамға не үшін қажет деп ойлайсың? Төртінші, бұқаралық ақпарат құралдарының сен үшін қандай маңызы бар? Бесінші сұрақ, бұқаралық ақпарат құралдарының саған қай түрі ұнайды? Неге? Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі бізде тапсырма 7. Мұқият тапсырмаға көңіл бөлеміз. Мәтін мазмұны бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін сызбаға түсір. Өзің қалаған екі түрлі қызметін нақты дәлелдермен айт. Сөзіңде сабақтас құрмалас сөйлемдерді қолдан. Оларды қажетті интонациямен жеткіз. Ал енді балалар, кім алғыр ойынын ойнаймыз. Алдымен мәтінді мұқият тыңдап шығамыз. Айтылған мәліметтерді теріп жазамыз. Кімнің есінде көп әрі дұрыс мәлімет қалды? Дұрыс, жарайсыңдар. Балалар, 9-шы тапсырма. Газет қандай болуы керектігі жөнінде өз пікіріңді сызба түрінде жазып түсіндір. Газетте елде болып жатқан маңызды әрі нақты мәліметті жазылу қажет. Газет халықтың көзі, құлағы, тілі болғандықтан газетте әр адам өзіне қажетті ақпараттарды ала алатындай болу керек. Газетте елде болып жатқан қиын жағдайларды, политикалық мәселелерді ашық түрде жариялайтын болса, ол ең жақсы газет болып саналады. Халық өз газетінің бетінде шиеленісті мәселелерді ашық талқылап, өзара кеңесе алатындай болуы керек. Өте жақсы балалар, өз ойларыңды сызбаға түсіріп, дұрыс жауап бердіңдер. Ал енді үйге тапсырма алайық. 11-ші тапсырма. Мен үшін сұрақтарға жауап береміз. Маған қиын болды. Мен тапсырмаларын орындадым. Мен екендігін түсіндім. Мен үйрендім. Мені таңғалдырды. Ал балалар, сабағымызды қорытындылау үшін бас бармақ тәсілін қолданамын. Егер де сабақ сізге түсінікті болса, барлығын түсінсеңіздер, қызыл пернені басыңыздар. Ал егер енді түсініп келетін болсаңыздар, жасыл пернені басасыздар. Ал енді мүлде түсінбесеңіздер, көк пернені басыңыздар. Жарайды. Балалар, сау болыңыздар. Бүгінге осы сабағымыз аяқталды.